Өткен видеолардың бірінде мен сіздерге Гаараның бірінші маусымдағы өмірін айтқан едім. Біраз уақыт өткен соң міне екінші бөлімнің де уақыты келді. Сәлем достар, сіздермен аниме өмір, және осы видеода сіздер Гаараның Шиппудендегі өмірі, рөлі мен сюжетке қандай үлес қосқанын білетін боласыздар. Және дәл қазір мен сіздерге өткен видеодағыдай тапсырма беруден бастайын. Мен видеоның ішіне 2 кунайдың стикерін жасырып қойдым. Соларды байқап қалсаңыздар, тайм-кодын астына жаза кетіңіздер. Дұрыс тапқан адамдарға менен лайк, ал кеттік. Наруто Шиппуден басталған сәттен-ақ Гаара сюжетке бірден қосылды. Наруто Канохаға қайтып келгенде ол Гаараның Казакаге болып үлгергенін естиді. Және содан кейін Гаара құм ауылында өз жұмыстарын атқарып жатқан уақытта бір құйрықты биджуды ұстауға келген Дейдара оны шабуылдың астына алды. Дейдара Гаара үшін өте ыңғайсыз қарсылас болып шықты және Гаараға төбелесе отырып өз ауылын Дейдараның бомбаларынан қорғауға тура келді. Ақыры өз бомбаларын Гаараның құмының ішіне жасырып, чакрасы әбден азайған Гаараны есінен тандырған Дейдара оны өзімен алып кетті. Сунагакура болса өз канохалық әріптестерінен көмек сұрап, әдеттегідей ол жерге Наруто аттанды. Гаараны Акацки базасына келген Дейдара мен Сасори басқа Акацки мүшелерімен бірігіп, Гаараның денесінен 3 күн бойы Шукакуды шығарумен болды. Гаара өмірмен қош айтысып жатқан кезде оны құтқаруға келген, оның денесін Акацки базасынан шығарып алады. Алайда тым кеш еді, себебі олар келген сәтте Гаара өліп кеткен болатын. Дегенмен өзін Шукакуды Гаараның денесіне мөрлегені үшін кінәлі сезінген Чио әжей өз жанын құрбан ету арқылы Гаараны о дүниеден қайтарып алды. Көзін ашқан Гаара айналасынан өз ауылының шинобилерін, бауырлары Канкуру және Темариді және ең жақын досы Нарутоны көрді. Гаара Казакаге атанған сәтте оны көп адам жас және бұрын тым қатыгез болғаны үшін онша жақтырмаған еді. Алайда өз тірліктері арқылы Гаара аз уақыттың ішінде өз ауылының сенімді әрі сүйікті Казакагесіне айналды. Гаараны құтқаруға соншама құм ауылының шинобилері келуі соның нақты дәлелі еді. Артынан Гаара Чио әжейдің жерлеу рәсіміне қатысты. Содан кейін ол біраз уақытқа сюжеттен жоғалып кетті. Канон толықтырушы филлер серияларда Гаараның Казакаге ретінде құм ауылында Чунин тестін өткізгені көрсетілді. Сол тесттің нәтижесі бойынша Нарутоның барлық құрдастары Чунин мәртебесін иеленген еді. Бұл тест 1 және 2 маусымның арасындағы уақыттың ішінде өткізілді, ал анимеде ол әрине Шиппуденде көрсетілді. Пейн Каноханы қиратқан соң Гаара ақырындап сюжетке қайта орала бастады. Ол Каноха қираса да ол жерге көмек жіберуден бас тартты. Оны Гаара Канохада Наруто бар, Наруто бірдеңе қылады деген сөздермен түсіндірген еді. Содан кейін Гаара Райкагенің шақыруымен өткен 5 Каге жиналысында көрсетілді. Өз жастығына қарамастан сол жиналыста Гаара жақсы сөз сөйлеп, болашақ альянстың құрылуына және оның бірлігіне үлкен үлес қосты. Жиналысты Ақзетсу бұзып, ол Учиха Саскенің ғимарат ішінде жүргенін жеткізеді. Райкаге және оның көмекшілерімен бірге Гаара, Темари және Канкуро Саскені тоқтатуға кетеді. Гаара шайқас барысында Саскеге екеуінің тағдыры ұқсас екенін және Саскеге жақсы жаққа өзгеруге әлі де кеш емес екенін айтады, бірақ Гаараны тыңдайтын Саске болмады. Сол себептен Гаара басқалармен қосылып Саскені өлтіруге тырысты. Алайда Саске олардан сытылып кетеді және кейінірек Гаара бар жағдайды Нарутоға жеткізу дұрыс болады деп шешті. Артынан Саскен авторлар 2 рет өлім аузынан құтқарып, Учиха Мадара атын жамылған Обито 4-ші әлемдік шинобилер соғысын жариялайды. Ал соған қарсылық ретінде 5 Каге және самурайлар қолбасшысы Мифуне шинобилер альянсын құрады. Өз ауылына қайтып бара жатқан Гаара Нарутоларды кездестіріп, Нарутоға болған жайтты жеткізеді және Гаара Саскенің енді дұрыс адам болатынына күмән келтіріп, реті келсе Нарутоға Саскені өлтіру керек болатынын да айтады. Наруто әрине ондай пікірмен келісе қоймады. Сәл уақыт өткен соң 5 Каге тағы 2 рет жиналыс өткізеді және соғыс алдында Гаара альянс шинобилерінің бір дивизиясының бас қолбасшысы атанады. Одан бөлек Гаара басқа ауылдардың шинобилерін татуластыруға үлкен үлес қосты. Оның сөздері бір-біріне бөтен болған шинобилерді біріктіре түсті. Гаара өз дивизиясын болашақ шайқас алаңына алып келіп, 3-ші көз арқылы
сол жерді барлап шығады. Барлау барысында ол екінші Цучикаге Муды тауып алады және Му шақырту джутсу арқылы үшінші Райкаге, екінші Мизукаге және төртінші Казыкагені шақыртады. Төртінші Казыкаге Раса Гаараның әкесі еді. Гаара мықты жаумен соғысқан дұрыс болмас деп қосымша күштер шақыртып, соларды күтті. Цучикаге Оноки көмекке уақытылы келсе де, олар соғыстың екінші күніне дейін ешқандай шабуылдар бастамады. Барлық дайындықтар аяқталған соң, Гаара өз құмымен ең бірінші шабуылды жасады. Әкесімен кездескен Гаара онымен шайқасудан бөлек онымен жеке сөйлесуіне тура келді. Раса Гаараның Шукакуға айналып кетпегеніне таң қалды, ал Гаара оған Шукакуды Акацки ұйымы тартып алғанын жеткізді. Артынан Раса Гаараның күшін тексеру үшін онымен шайқасуға бел буды. Шайқас барысында Гаараны қорғайтын құм оның анасының кейпіне енді. Өз жеңілісін мойындаған Раса Гаараны бала күнінен қорғап жүрген құм ол Шукакудың емес, Гаараның анасы Карураның әсері екенін айтады. Одан бөлек ол Яшамарудың Гаараны өлтіруіне бұйрық беріп, Гаараға біраз жалған ақпарат жеткізгенін айтады. Шындықты естіген Гаара еріксіз көзіне жас алды және ол әкесі Расаның ісіне түсіністікпен қарап оны кешірді. Артынан ұзаққа созылған шайқаста Нарутоның көмегімен басқа Эдо Тенсей арқылы тірілген кагелер қайтадан мөрленіп жатты. Бәрі ойдағыдай аяқталар еді. Тек қайта тірілген Учиха Мадара бүкіл альянсты өзі жалғыз қорлай бастады. Көмекке Наруто келсе де оның күші жеткіліксіз сияқты көрінді. Артынан 5 каге жиналып, Учиха Мадараны қайтадан тұзаққа жібереміз деп шешті, ал Нарутоны олар басқа шайқас алаңына жіберді. Алайда мұның барлығы немен аяқталғанын мен де, сіздер де жақсы білеміз. Мадара кагелерді ауыр жаралап, өзі Обитоның қасына кетіп қалды. Жараланған кагелерді қалпына келген сонда емдеп Гаараның құм арқылы олар басты соғыс театрына аттанды. Кацуи оларға мән жайтты баяндаған соң 5 каге қолынан келгенше Мадара мен Обитоға қарсылық көрсетті. Нарутоның көмегі арқылы Гаара Зетсудан Шукакуды тартып алды. Шукаку мен Гаара екеу бірігіп Мадараны шабуылдауға кірісті, бірақ Мадара барлық Биджуды қайтадан Гедомазу ішіне жинап алды. Содан кейін Гаара өлім аузында жатқан Нарутоға көмек көрсетіп, оның денесіне Кураманың ил бөлігін беруге салысты. Бірақ Қара Зетсу Кураманың ол бөлігін ұрлап әкеткен еді. Сәл кейінірек Мадараны Наруто мен Саске тоқтата алмаған соң, Мадара мәңгілік Цукуйомиді іске қосып, Гаара да басқалар сияқты мәңгілік Цукуйоми құрбанына айналды. Иллюзия әлемінде ол өз отбасымен бірге, досы Нарутомен бірге бақытты өмір сүріп жатқаны көрсетілді. Ал Наруто мен Саске Ацуцуки Кагуяны тоқтатқан кезде басқалар сияқты Гаара да мәңгілік Цукуйомидан босап шықты. Артынан Гаара басқа кейіпкерлерге арналған арнайы аркалар мен кейбір филлер серияларда көрсетілді. Ол Нарутоның 6-шы және ең соңғы фильмінде де көрсетілді. Қазіргі таңда Гаара өз өмірін Боруто анимесінде жалғастыруда және сөздің шыны керек, Гаара Боруто анимесіндегі мықты кейіпкерлердің қатарында. Ал сен досым, Кунайлардың стикерлері көрсетілген тайм-кодтарды астына жазуды ұмытпа, және егер Учиха Мадараның өмірі жайлы білгің келсе, онда мына видеоны көр. Барлықтарыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.